Қайырлы күн, жақсыларым, қалдарыңыз қалай? Үшінші күнгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін бізде үшінші чакра. Адамның ерік жігерін, өзін өзі бағалауын және де ішкі күш қуатын анықтайтын чакра екен. Ол бізде кіндік пен кеуденің ортасында орналасқан. Ал егер дәл осы чакра сізде ашық болатын болса, өзіне сенімділік, жауапкершілік, тұрақты көңіл күй, әрбір дүниені үйренуге, өзінің өміріне алып келуге дайын адамдар екен. Егер дәл қазір осы белгілер сізде бар болатын болса, демек мен сізді құттықтаймын, сіздің үшінші чакраныз ашық. Ал егер дәл осы чакра сізде жабық екенін қалай білеміз? Біріншісі, өз-өзіне сенімсіздік, көңіл күйдің тұрақсыз болуы, айналадан қолдау күту, қорқыныштардың көбейіп кетуі, жалқаулық сезімнің тым асып кетуі. Шешім қабылдай алмайсыз, үнемі біреуден кеңесіп отырасыз. Өзіңіздің ой пікіріңіз жоқ. Егер осы белгілер сізде дәл қазір кездесетін болса, бұл чакра сізде кішкене жабық тұр деген сөз. Ал енді мына денемен байланысты осы чакрада бір қызығы асқазан, бауыр, көбез бен ас қорыту жүйелері байланысады екен. Егер дәл осы чакра сізде ашық болатын болса, дәл осы белгілер сізде ауырмайды екен. Ал егер сізде үшінші чакра жабық болатын болса, ұйқысыздық, ас қорыту жүйесінің дұрыс болмауы, асқазанның ауруы, бауырдың аурулары пайда болады екен. Енді осы үшінші чакраның жабық болу себебі адамның өз-өзіне сенімсіздігінің және де психологиялық дерттің пайда болуынан екен. Біз кейде бір адамдардың қатты күйзеліп жатырмыз деген кезде біз немқұрайлы қарамауымыз керек. Себебі психологиялық дерттің де басқа бір асқазан ауруы, қан басымның болуы сияқты дертке ұласып кетуі мүмкін. Ал енді бұл чакра не үшін жабылады, бұл сенімсіздіктер қайдан пайда болады десеңіздер, менің қолымнан келмейді, мен жеткіліксізбін, қателесіп қаламын деген қорқыныш сезімдердің үрейленудің көп болуы. Енді менің қолымнан келмейді, мен іс жасай алмайтын сияқтымын деген сенімдер бәрібірде айналып келгенде біздің қоғаммен қарым-қатынас кезіндегі, біздің достарымыздың, біздің ата-анамыздың, біздің туыс-туғандарымыздың бізге біз туралы ойлары арқылы келеді екен. Мысалы, бізде бағалайды ғой, біреуі озат оқушы болды дейді, дағы қызыл галстук таққыз қояды, озат емес оқушыларға көк па, сары галстук тақтырады. Оның барлығы осы кезде, осы мектеп қабырғасынан бастап та бізде осындай бөлінушіліктер болғандықтан біздің осы чакраларымыз ақырын-ақырын жабыла бастайды екен. Жалпы адамзатқа адамдардың барлығын чакралары ашық болуы, барлығының білімді болуы, барлығының бір үйлесімді өмірде сүруі ол қажет емес негізінен. Бәріміз бір деңгейде керемет жоғары энергияда болсақ, төмен энергиядағы адамдар жоқ болып қалады. Сондықтан қоғамның аралас болып жүргені маңызды. Болғанда бүкіл чакралар ашық болады да, біз өсе келе бір бейсана сана деңгейіне жеткен кезде, біз ести бастаған кезде, құлағымыз түре бастаған кезде, осы ойлар біздің өмірімізге келеді екен дағы, біздің чакраларымыз біртіндеп жабыла бастады. Ал егер сізде чакра туралы ілім болатын болса, білім болатын болса, мысалы қазір үйреніп жатырсыз, сіз ойбай менде жабық деп қорықпаңыз. Қазір мен айтқаннан бастап сізде чакралар ақырын-ақырын ашыла бастады. Себебі сіз түсініп жатырсыз. Мен неге үшін қорқады екен, мен не үшін шешім қабылдай алмаймын десем, менде осы бір чакрам жабық екен ғой деген сізде ой пайда болды ғой дәл қазір. Ақылдасайын деп бір өзім біліп шешім қабылдамаймын десем, мен қорқады екенмін ғой деген бір ой пайда болатын болса, сізде осы чакралар ашылды деген сөз. Және де біз үнемі сын естіп жатамыз, бізді бағаламай жатады. Одан кейінгісі біз мазақ ететін сәттер болады. Сосын осы сезімдер біздің бойымызға келген кезде біз ерік жігеріміз ол расымен де сынып кетеді. Себебі біз қоғаммен өмір сүргеннен кейін, адамдармен араласқаннан кейін біз деген бір teacher емеспіз ғой. Сезім жоқ емес, сезім бізде бар. Сондықтан сондай бір сөздерді естіген кезде біз сынып қаламыз. Біліп жатырсыз, өзіңізге бұл чакраның маңызы ашық болуы не үшін қажет? Егер сізде үшінші чакра ашық болатын болса, өзіңізге сенімділік болады, жалқаулық сезімдердің арыла бастайсыз. Одан кейінгісі сіздің өз-өзіңізді бағалау күшейеді. Жалпы жалқаулық сезім, ішкі күш жігер және өзін бағалаудың барлығы айналып келгенде қаржылық жағдайдан еркін боласыз. Егер өз-өзін бағаламайтын жігерсіз адамдар көбінесе байқасаңыздар, бұл кісілерде қарызға қатты батады.
Біреуден жақсы бір сөз күтеді, бір 40-қа келсе де, 50-ге келсе де біреу мақтаса екен деп тұрады. Ішкі бір алаңдаушылық басым болады. Сондықтан да біз бұл чакраларды ашу үшін біз бұларды білуіміз керек екен. Менің осы чакрам жабылып қалыпты ғой. Мына ойлар, өзіме сенімсіздік, тұрақсыз көңіл күй, бұл өз-өзімді бағаламаудан, мен сенбегендіктен, ішкі отымның өшіп қалуынан екен ғой деу. Дәл қазір біз осы бір үшінші чакрамызға, жалпы мына үшінші чакрадағы осы жаттығуды жасасақ, бұл құйымшақтағы және де екінші чакраға да әсер еткен. Сондықтан біз дәл қазір көзімізді жұмсақ, сіз естіп отырсаңыз болады. Және бір ыңғайлы орын алып, мына жүрек сияқты қылып жасап, мына кіндікпен, кеудемен кіндіктің ортасына апарып қойсаңыздар, бір сап-сары күн бар ғой біздің, күн. Дәл қасын аламыз. Одан кейінгісі ақырын сол күнді осы жерге қыздырамыз. Күннің сіздің осы кіндік пен кеуде тұсыңызда қызып жатқандай сезініңіз. Қазір бұл бір от сияқты болып, ішімді бір өртеп жатқан сияқты. Яғни дәл осы сары күн біздің бүкіл бойымызға, құйымшақтарымызға, екінші чакрамызға өтіп жатыр. Дәл осы жеріміз, мысалы, әйелдік энергетикамызға да, бір күйіп жатқандай бір сезім бар ма сізде? Дәл сондай бір сезім болсын. Мен қорқыныш сезімдердің, сенімсіздік сезімдердің барлығын босаттым. Оларды босату арқылы дәл осы үшінші чакрама жігер сезімін, сенімділік сезімін, ішкі күш жігердің осы үшінші чакрама құйдым. Мен өзімді бағалауға, өзіме сенім білдіруге, өзіме қамқор болуға, өзімді жақсы көруге, бар жақсылыққа лайық болуға өзіме рұқсат беремін. Терең тыныс аласыз. Дәл осы күнді ақырын ішке кіргіземіз. Ханым, дәл қазір осы ішкі жарық сәуле сіздің өн бойыңызға тарап жатыр. Сізде молшылық, қуаныш, шаттық, бақыт, әйелдік энергетика барлығы бойыңызға тарап жатыр. Ең бастысы денсаулық. Сіздің 12 мүшеңіздің барлық жері сау, сәлеметте екенін сізге айтып жатыр. Қалай болып қалдыңыздар жалпы? Бұл жаттығудың маған қатты ұнайтыны, біз өз тәнімізбен шексіздік бір байланысқа түсе алатын бір кезең, және өз тәнімізді қабылдай алатын бір кезең. Сондықтан дәл осы жаттығуды сіз аптасына бір рет жасап тұрсаңыз болады,